Қайырлы күн, құрметті достар. Айтқанымыздай, мен күнделікті осы сіздермен пайдалы ақпаратпен күнделікті өзімнің тәжірибе жүзінде жасап, практика жүзінде өткен ақпараттарымды сіздермен бөлісіп отыруды жөн көрдім. Сіздерге міндетті түрде пайдасы тиетініне сенімім мол. Сондықтан да ең бірінші бүгінгі сіздермен бөлісетін ақпаратым менің 2 жылдан бері өзімнің қолданып келе жатқан нәрсем ол судың пайдасы. Кәдімгі таза, жылы су. Оны қай уақытта ішу керек? Мысалы, судың да әртүрлі әдебі бар. Соның ең пайдалысы таңғы азанда ұйқыдан тұра салып ішу. Міндетті түрде ұйқыдан тұра салып, міндетті түрде бірінші рет су ішу. Әрине ол оңай, қарапайым нәрсе ғой деп айтуыңыз мүмкін, бірақ іс жасау барысында көптеген адамдар осы элементарный нәрсені жасамай жатады. Мен өзімнің ағайын туғандарымның анамнан, әкемнен білемін. Осының пайдасын айтып, осылай деп айтқан күні бір күн, 2 күн ғана ішеді, ары қарай дәл ол адамның әдетіне айналмағаннан кейін қиын болады. Яғни энергия кетеді деп ойлайды. Мидың басты функциясы сол энергияны сақтап қалу. Сондықтан да сізге оны ары қарай уже элементарный нәрсе болып көрінеді, бірақ жасау барысында шынымен де тұрақтылық талап етеді. Енді бұны ұсынып отырған себебім мен өзім бұның пайдасын айтып өтейін. 0,01%-ін өзімнің басымнан өткен. Мен студент болардың алдында асқазанның гастритіне шалдықтым тексерілу барысында. Сол кезде мен тексерілген кезде гастрит деп беріп, одан 4 жыл қатарынан жатақханада жатып оқудым. Яғни студент кезде білесіздер, бірде аш, бірде тоқ деген сияқты. Сол себепті мен 4-ші курста қатты асқынып кетуіне байланысты ауырдым. Сол кезде барып тексерткен кезінде маған диагноз қойды, яғни жара болып кеткен асқазанымда, ойық жара пайда болған. Содан кейін маған шын мәнінде түстен кейін кешке қарай тамақ ішу шынымен де мұң болып қалған тамағым. Неге десеңіздер, өйткені асқазаным менің көтере алмайды. Яғни кешкісін тамақ ішімде түнімен ұйықтай алмай. Сіздер сияқты қалаған уақытымда қалаған тамағымды жей алмайтын күнге жеттім, шынын айтсам. Сонымен көптеген емдерді пайдаланып көрдім, доғдырларға көрдім, дәрі көрдім, уақытша ғана пайдалары тиді да, шын мәнінде бірақ маған толыққанды пайдасы тимеді. Солай ақпарат іздеп отырған кезде бір күні интернет желісінен осы судың пайдасын оқып көріп қалдым. Соны жасадым. Ол жерде кәдімгі ғалымдардың зерттеуі бойынша айтылған, азанда ұйқыдан тұрғаннан кейін міндетті түрде жылы су ішу керек. Яғни салқын су емес, ыстық су емес, қанжылым су деп айтады ғой, бөлме температурасындағы или қанжылым суды ішу керек. Неге десеңіздер, салқын су өз кезегінде ұйықтап тұрған тамаққа сол моментте болмаса да кейін міндетті түрде зиян тигізеді. Ыстық суда тоже солай. Ол да тамақты күйдіреді, ақырындап, бір күндері ол да міндетті түрде зиян тигізеді. Сондықтан да қанжылым су ішкеннен кейін міндетті түрде жоқ дегенде 45 минут, әрі кеткенде 2 сағат араға салып солай тамақ ішетін болсаңыздар, таңғы ас ішетін болсаңыздар, міндетті түрде сізге айтамын, пайдасы өте зор. Және көп жағдайда біздің азан уақытта әбет етуіміз болмайды. Ол белгілі нәрсе. Ал сіз егер су ішетін болсаңыз, ұйқыдан тұрып, 45 минут, жарты сағат, 1 сағат, 2 сағаттан кейін тамақ ішетін болсаңыз, сіздің әбет етуіңіз міне болады. Сондықтан да бүгінге осы сіздерге қысқа ақпаратын судың пайдасы негізі былай қарап отырсаңыздар, бұл 0,0% өзімнің басымнан өткен осы пайдасы. Қазір мен жаңа результатын айтпай кеттім. Қазір осы 2 жыл болды, солай суды жалғастырып жатқаным. Қазір мен әдетіме айналып кетті. Бұл маған ешқандай қиындық тудырмайды. Азын-аулақ тұрдым ба, міндетті түрде су ішемін. Ол маған ешқандай энергия кетуді талап етпейді, өйткені ол менің әдетім болып кетті. Ал осы жаңа асқазанның қазір менде шын мәнінде осы бір-ақ нәрсе көмектескен проблема жоқ. Қазір мен қалаған уақытымда тамағымды іше аламын, қалаған тамағымды іше аламын. Осы тек қана судың пайдасы. Су тегін, ішу тегін. Ал оның пайдасы өте зор. Сондықтан да бұл 0,01% ғана. Бұның пайдасын өздеріңізде білесіздер. Адамға күніге 1,5-2 литр бойына су өтеді. Күнделікті соны толықтырып отыру керек болады. Миға, бүкіл үшін адамның ішкен тамағынан бастап, бүкіл дәреттің шығуына тікелей судың өте рөлі жоғары. Сондықтан да сіздерге міндетті түрде, тем более жаз айында көптеген шай, тәтті сусын дегендермен орын айырбастауға келмейді. Аспартамы бар тәтті сусындар, кола болсын, басқа болсын, ол наоборот адамның бойындағы судың құрамын азайтады. Сондықтан кола су ішкен адам одан да 2 есе көп су ішу керек болады. Ол шөлді баспайтыны
Сондықтан оны бәріміз де білеміз, кола ішкен сайын шебергіміз келеді. Өйткені адамның бойындағы суды наоборот ол азайтады. Сондықтан да осы басқа тәтті сусынның орнына осы қарапайым қара сумен айырбастауды сіздерге ұсынам. Пайдасы өте зор. Әрине оны жасап, ішіп көргеннен кейін ғана білетін боласыздар. Бүгінше сіздерге ақпаратым осы. Сіздерге деген осы жақсы ниетпен, осы пайдасы деген ниетпен осы видеоны түсіріп отырмыз. Сондықтан да әр нәрсе тек қана жасау барысында ғана нәтиже болады. Біліп естіп қана қоймай, сіздерге де осы нәрсе, элементарный нәрсені жасауды нәсіп етсін. Сіздермен бірге болдық. Мен Қарасақал Жақсылықұлы.